Біз өз ойымыздың көрінісіміз. Ешкімге сөзіңізді бөлуге мүмкіндік бермеңіз. Егер оған рұқсат беретін болсаңыз, өзіңізге деген құрметіңізді жоғалтасыз. Ал сіздің сөзіңізді бөлгісі келген адам шын мәнінде өзін сізден жоғары санап тұр. Құдай адамды жазалаймын десе, оған көбірек ақыл береді. Егер бір істі бастап көргің келсе, сенде екі жол бар. Бәрі сәтті болады, не қателесесің. Ал егер қандай да бір іс бастауға қорқып жүрсең, онда сенде бір ғана жол бар. Ол ешқашан алға қойған мақсаттарыңа ұмтылмау. Бақытсыздығымыздың бірден бір себебі өткенді және келешекті тым көп уайымдаймыз. Қазіргі сәтпен өмір сүруге уақытымыз жетпейді. Кім күшті, кім ақылды, кім бай, кім сұлу екендігінің қандай farқы бар? Ең маңызды, сен бақыттысың ба? Мәселе сонда. Ойға келмейтін шешімді қабылдаған адамдар ғана мүмкін емес нәрселерге қол жеткізе алады. Мені өзгелер бақытты етеді деген ойдан арылмайынша, бақытсыз болғанның үстіне бақытсыз бола түсесіз. Әркімнің бақыты өз қолында. Жасап көрген істеріме өкінгенім, батылым жетпей істеп көрмеген істерімнен жақсырақ. Бір істі бастағаныңызда жетістікке жетпейінше, сізді тентектер қатарына қосатындар көп болады. Оған бола өз ісіңізден бас тартпаңыз, себебі ол қалыпты жағдай. Адамдар көбінесе өз азаптарының себептерін басу үшін күресуден гөрі азап шегуді жалғастыруды жөн көреді. Адам бойындағы ең қымбат қабілет бір сөз жеткілікті кезде екінші сөзді пайдаланбау болып табылады. Шектен тыс жақсылықты ешкім бағаламайды. Ашуға мінгенде қалт іске қол ұрма. Керісінше, ашуыңның басылғанын күт. Себебі ашу үстінде кез келген адам орны толмас өкініш жіберуі және оны ешқашан қайтара алмауы мүмкін. Егер де сабырсыз болсаң, өмір саған одан да үлкен қиындықтар дайындап қояды. Сабыр үлкен ғажайыптар көрсету қабілетіне ие. Адамдарға қанша жақсылық жасасаң да, олар тек қана қателіктеріңді есте сақтап қалады. Раушан гүл неғұрлым әдемі болған сайын, оның тікенегі де ұзара түседі. 3 күн қайыр тілеген адам ешқашан оңалмайды. Ерлі-зайыптының ортасына есі кеткен түсер. Тек қана екі кісі сен жайындағы шындықты біледі. Бірі анаң болса, екіншісі дұшпаның. Ең жақсыны үміт қылып, ең жаманына дайын тұр. Өзіңді өзгерту қаншалықты қиын екенін ойлап көрші. Ендеше өзгені өзгертуге асығуың қаншалықты дұрыс. Уақыт сенің кім екеніңді көрсетеді. Басқа ештеңе емес. Уақыт ең құдіретті күш. Қаншалық күрессең де ол бәрібір өз үкімін жүргізеді. Адамның ұяты бетінде, адамгершілігі ниетінде. Өміріңізге қажетті ең жақсы қасиет жамандықты тез арада ұмытып кету. Келеңсіздіктерге жабысып алмай, оны жібере білу. Ренішпен өмір сүрмеу, тек қана жақсылыққа үміттену. Шын бейнеңді көрсетіп ашық болғаннан адамдығың жоғалмайды. Бақыт дегеніміз сені түсінетін адамдардың болуы. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.